Сәлеметсіздер ме? Ақтөбе қаласы номері 35 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Айдахмет Нұршашқан Абылайқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Абылай хан. Сабақтың мақсаты: оқушылардың қазақ тарихында үлкен рөл атқарған мемлекет қайраткері, қазақтың ұлы ханы Абылай хан туралы білімдерін кеңейту, оқушылардың тілдік қорын, ой өрісін, дүниетанымын кеңейту, сөйлеу шеберліктерін арттыру, оқушыларды туған жерге деген сүйіспеншілікке, елін қорғауға, ерлікке, отанын құрметтеуге, отан сүйгіштікке тәрбиелеу. Миға шабуыл әдісі. Төмендегі суреттерге қарап, сұрақтарға жауап берейік. Қазақ хандығын кімдер құрды? Абылай хан туралы не білеміз? Қазақстан қандай мемлекет? Ендеше Абылай хан туралы толық ақпаратпен таныс болайық. Абылай қазақ ордасының ханы, қазақ мемлекетінің тарихындағы аса көрнекті мемлекет қайраткері. Арғы тегі Жошы хан, бергі бабалары қазақ ордасының негізін салған Әз Жәнібек. Одан соң еңсегей бойлы Ересім хан, Салқам Жәңгір хан. Абылай Жәңгір ханның 5-ші ұрпағы. Қиын қыстау, шапқыншылық уақытта тарих сахнасына қазақ қауымын тығырықтан алып шығар тарихи тұлға Абылай шықты. Абылай тұлғасын ашып көрсететін ерлігі мен өрлігін, тектілігі мен батырлығын қатар ұстанған кезі жоңғар тұтқынында болған уақыт. Абылай мұсылманша жақсы білім алған. Ол шығыстың 7 тілін білді. Домбыраны жақсы тартты. Абылай қаһарлы хан болуымен қатар қазақ халқының рухани қасиетінен еркін сусындаған дарынды күйші ретінде де белгілі. Ол ақ толқын, ала байрақ, бұлан жігіт, дүние қалды, жетім торы, қайран елім, қара жорға, қоржын қақпай, майда жел, сары бура, шанды жорық, тағы да басқа күйлердің авторы. Қазақ тарихында есімі алтын әріппен жазылған хандардың бірі, және бірегейі Абылай. 18 ғасырда қазақтың басынан бағы ұшып, мемлекет ретінде, тіпті ұлт ретінде жойылудың азақ алдында тұрған тұста, елді сақтап қалуда жан аямады. Абылай азан шақырып қойған есімі Әбілмәнсұр, Жошы ханның тікелей ұрпағы. Әз Жәнібек хан, Есім хан, Салқам Жәңгір, Уәлибақы, Абылай, Уәли, Әбілмәнсұр. Демек, Әбілмәнсұр жауға Абылайлап өз атасының атымен ұрандатқан. Бала Әбілмәнсұр 7 жасқа келгенде әкесі Көркем Уәли жау қолынан қаза табады. Қалың ел Самарқанға қарай ығысқанда, бала Әбілмәнсұр Төле биді сағалайды. Хан тұқымын жау көзінен сақтаған Дана би баланы түйешілерге қосады. Сабалақ атануы осы кез. Төле бидің парасаттылығы мен даналығын бойына сіңіріп өскен Әбілмәнсұр Аңырақай шайқасында танылады. Қалың қалмаққа бір бүйірден тиген 20 жастағы сұлтан Абылайлап ұран салады. Және осы шайқаста қалмақтың қоңтайшысы Қалдан Сереннің туысы Шарышты өлтіреді. Осы ұрыстан кейін Абылай орта жүздің сұлтаны деп танылады, ал қазақ билеушісі болып Әбілмәмбет сайланады. Әбілмәмбет хан 1690-1771 жылдар. Болат ханның үлкен ұлы, Тәуке ханның немересі. Сәмеке өлгеннен кейін орта жүзге хан сайланған. Абылайдың билікке жетуіне себепші болған. Абылайдың ел арасындағы беделі тез өседі. Шамамен 1739-40 жылдары кезекті бір шайқаста қазақ сұлтаны жоңғарлардың қолына түседі. 2 жылдай тұтқында болады. Абылай сұлтанды құтқару үшін бар қазақ жұмылады. Кіші жүздің ханы Әбілқайыр Ресей тарапынан көмек сұраса, ұлы жүзден Төле би 90 адам елшімен барып келіссөз жүргізеді. Ақыры сұлтан тұтқыннан босатылады. Бірақ осы тұтқында болған уақыт ішінде Абылай жоңғар нояндарымен достасып, біразын өз жағына шығарып үлгерген екен.
жаудың бетін бері қаратуы, оның қандай саясаткер екенінен хабар берсе керекті. Он 18 ғасырдың орта шенінде қазақ қатты қыспақта еді. Анталаған жау, сансыраған халық. Осы тұста Абылай Сұлтанның парасаты еліне көп көмек етті. Ол жерсіз қалған руларды Тарбағатай жаққа бағыттады. Бұл Алтайдан тұтастай айырылып қалмаудың амал еді. Сол көштің ішіндегі ең ірісі Ер Жәнібек Бердәулетұлына ілескен Абақ керейлер. Алтайдың шығысы Цин империясына, солтүстік шығысы Ресейге олжа болып бара жатқанына Абылай саясаты біраз тосқауыл болды. Өйткені шығысқа қалың қазақ қоныстанып еді. 19 ғасырдың басында сол өлкені аралаған Аристов Аягөз өзенінің оң жағалауында қоныстанған рулардың тізімін жазыпты. Олардың арасында 300 үйлі Қызылбөрік, 1500 үйлі Шапрашты, 60 үйлі Жалайыр, 120 үйлі Қаңлы, 100 үйлі Жаныс, тағы да басқалар бар. Осының өзі Абылай ханның рулық, тайпалық санадан әлдеқайда жоғары болғанын көрсетеді. Абылай Сұлтанның Цин империясымен жүргізген саясаты да өте сұңғыла. Цин империясы 1755-57 жылдар аралығында қалмақ ордасын толық күйретеді. Алып империялардың көшпелі халықтарға деген зымзия саясатын жете түсінген Абылай Сұлтанның қазақпен ғасырдан аса жауласқан жоңғарлардың билеушісі әмір сананы Цин қуғыншыларына бермей, ол бастаған қалмақтарды Еділ бойына қарай өткізіп жібереді. Әмір сана 1757 жылы көз жұмады. Цин империясының қазақпен арадағы буферлік мемлекет болған жоңғарды жоюына Қонтайшының әлсіреуі, қазаққа үнемі шабуыл жасап, берекетін алып отыратын әулетінен айырылуы себеп болған еді. Оған қоса Ресей шеңгеліне түсе бастаған қазақ жерін керегінше уыстап қалуға ұмтылған болатын. Озық ойлы сұлтан 1771 жылы Әбілмәмбеттің орнына хан сайланған. 1771 жылы Әбілмәмбет хан қайтыс болған соң, дәстүр бойынша інілері не ұлы хан болу керек еді. Бірақ Әбілпейіз өз қалауымен тақтан бас тартып, халық Абылайды Түркістанда хан сайлайды. Сөйтіп, Абылай тек орта жүздің ғана емес, іс жүзінде бүкіл халықтың ханы атанады. Абылай ханды орта жүз билеушісі дейді. Бірақ 1771 жылы тұтас қазақ ақ киізге орап хан көтергені 300-ге құрметті хан болған анық. Ал орта жүзге телінуіне 1778 жылы Екатерина екі патшайымның Абылай ханға орта жүздің ханы деген атақ беруі түрткі болса керек. Бір халық көтерген ханға екінші елдің патшасы атақ беруі қорлық еді. Абылай мұны жете түсінген. Ол өзіне одақтас бола алатын, Ресей отарына төтеп беруге жәрдемдесетін дос іздеді. Тіпті мұсылман елдерінің басын біріктірейік деп, ауған шахмен де келіссөз жүргізді. Шың империясымен қатынас жақсара бастағанда, Ресей бұғауын босатпаққа болып, бекіністерге де шабуыл жасайды. Абылай хан өмірі күреспен өтті. Қырғыздарға аттанған жорықта Шу мен Іле өзендерінің жағасындағы жерлерді қайтарып алып, Нарынқол мен Қордайға дейінгі шекараны бекітті. Қоқан мемлекетімен соғыста Түркістан, Сайран, Шымкент қалаларына иелік етеді. Алтайдың пұшпағын болса да қазақ қалып қалды. Ішкі алауыздықты жойды. Қазақтың 300-нің басын біріктірген ұлы хан ретінде тарихта қалды. Ат үстінде жорықта жүріп, Арыс өзенінің жағасында қайтыс болған. Сүйегі Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне ойылды. Абылай хан көз жұмардан бұрын даналардан менен кейін кім хан болғанын қалайсыңдар деп сұрапты. Жұртшылық 30 перзентінің ішінен үлкен ұлы Уәлиді таңдап, кейін хан сайлапты. Оқылған мәтін мен көрсетілген бейнеролик бойынша топтастыру әдісі. Тұлғаны таныдық па? Абылай кім? Келесі грамматикалық тапсырма. Бірінші, қазақ сөзін жіктеңіз. Екінші, Абылай сөзін септеңіз. Үшінші, Қазақстан сөзін тәуелдеңіз. Сабағымыздың соңында кері байланыс, SMS хабарлама әдісі арқылы бүгінгі сабақ туралы ойларыңызды ұялы телефонға хабарлама ретінде жазыңыздар.
Хабарламада қамтылатын сұрақтар. Нені білдім? Бүгінгі сабақта не түсініксіз қалды? Мен үшін қызықты ақпарат. Бүгінгі сабағымыздың бекіту тапсырмасы. Мәтіндегі көпнүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлемдерді толықтырыңыз. Бірінші, Абылай ханның шын аты. 2. Ол ел билеуші болған. 3. Абылай елдермен қарым-қатынас жасады. 4. 300-дің басын. 5. Оның есімі айналды. 6. Абылай хан жерленген.